Барлығыңызға қайырлы күн. Бүгінгі біздің сабағымызда біз город которого нет деген өте керемет әуендердің бірін үйренетін боламыз. Ең алдымен мелодияны тыңдап, кейін сабағымызға көшейік. Енді біз сабағымызға көшейік. Ең алдымен осы сол қолдың ойынын қарастырайық. Ең алдымен біз ре нотасынан бастаймыз, кейін біз ля нотасына дейін түсетін боламыз. Мында си бемоль. Осылай бір-бір нотадан ойнап жатқан кезде біздің оң қолда мындай ойын болады. Яғни ре, фа нотасы бірге басталады. Кейін ля нотасы қосылады. Осы біздің ойынымыз. Мында сол қолдағы ре нотасын бірге ойналады. Кейін мында біз до нотасын түсеміз, ал оң қолда бізде дәл сол ойын болады. Енді біз си бемольға түсеміз, ал мында бізде ре, сосын соль, және мында да соль болады. Кейін мында ля, ал мында до диез, және де ми болады. Тағы да ойнайын. Осыдан кейін бізде әуеннің мелодиясы басталады. Тағы да осы сол қолдан бастайық. Мұнда яғни ре, фа, ля, ре деген ноталар екі рет қайталанатын болады. Тағы да. Ал біздің оң қолда бұл кезде мұндай әуен болады. Тағы да көрсетіп жіберейін. Енді екі қолды бірге қосайық. Енді әрі қарай мында біз си нотасын түсеміз, си бемоль, ал біздің сол қолда мында соль, си бемоль, ре, соль ноталары болады. Және бұл да осы басындағыдай екі рет қайталанады. Яғни оң қолда осы тек қана бір нота басылып тұрады, ал сол қолда осы соль, си бемоль, ре, соль ноталары ойналады. Тағы бастан осы мелодияны бастайық. Кейін бізде жаңа ойын сольдан басталады, ал мында біз оң қолда до, ми, соль, си бемоль ноталар болады. Бұл да екі рет ойналады.
бізде сольдан басталады. Енді дәл осы басындағыдай әуен тек қана бір нотаға алдырақ болады. Бірге ойнайық енді. Кейін осы ля нотасын түсеміз, ал біздің сол қолда фа, ля, до, фа болады. Осы жерге де ойнайық. Енді басынан бастап қайталаймыз. Осы жеріне дейін келдік. Кейін мұнда біздің оң қолда мынау ойын болады. Осы сол қолда фа нотасына келе жатқанда осы жер ойналып кету керек. Яғни тағы да қарайық. Мұнда соль нотасына келгенде бізде уже мұнда соль тоже. Тағы да көрсетіп жіберейін. Негізі қиын болып көрінгенмен оңай ойналатын жері табылады. Яғни біз ля нотасына келдік. Мұнда соль, мұнда да соль. Тағы да. Мұнда кейін до диезге келеміз, ал мұнда ля, до диез, ми, ля. Тағы да қайталаймыз. Соль, соль. Енді ля нотасына түсеміз, мұнда да ля болады. Енді әрі қарай мұнда бізде басқа мелодия басталады, бірақ басындағы әуенге ұқсайды. Яғни, байқасаңыздар, мұнда соңғы жағы шама өзгешелеу. Яғни ре, ми, фа деген ноталарға көшеміз. Тағы көрсетіп жіберейін. Енді си бемольға көшеміз, ал мұнда соль. Тағы да си, мұнда до. Енді мұнда ре, соль, ре, фа. Тағы көрсетіп жіберейін. Мұнда фа, мұнда ля. Кейін миға түсеміз. Яғни байқасаңыздар, мұнда бізде ля, до диез, ми, ля болса, кейін уже мұнда ми нотасы ойналған кезде мұнда да өзгереді, яғни соль нотасына тоқталамыз. Қазір көрсетіп жіберейін. Кейін ми.
осы жаңа әуен басталатын жерді тағы қайталайық. Енді осы жаңа әуен басталған жеріміз бізде тағы да екінші рет дәл солай болып қайталанады. Сондықтан бұл жерін көрсетпей ақ қояйын. Ал одан кейін бізде мындай әуен болады. Яғни біздің сол қолда дәл сол ре, фа, ля, ре болса, біздің оң қолымызда мындай әуен болады. Яғни үсті көтерілеміз, кейін түсеміз. Кейін тағы да астыға түсеміз. Осылай біздің әуен аяқталады. Тағы көрсетіп жіберейін. Ал осы кезде біздің сол қолда мынандай ойын болады. Яғни манағыдай осы 4 нота ойналады, кейін ол екінші рет қайталанады, ал одан кейін бізде жай ғана 3 нота ойналады. Яғни көтерілеміз, кейін түсеміз. Енді бірге ойнап көрейік. Мұнда байқасаңыздар, біздің оң қолдың ойыны тезірек болады. Яғни мұнда сол қолда бір ғана нота ойналған кезде, мұнда уже екеуі де ойналып кетеді. Енді бір-бірден мұнда бір нота болса, мұнда да бір нота. Енді мұнда р-ға тоқталамыз, ал мұнда 3 нота манағы. Енді басынан бастап осы жерге дейін ойнайық.